Осы біздің облысымызда жүргізіліп жатқан репродуктивті денсаулық апталығына байланысты біз кожа-венерологиялық орталық жаңа белсенді қатысып жатырмыз. Біздегі басты мақсат жаңа жасөспірімдерде кездесетін жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алу және жаңағы профилактикалық жұмыстарын атқару болып табылады. Жаңа айтып өттім, жасөспірімдерде жаңа олардың мінез-құлықтық өзгерістеріне байланысты немесе биологиялық, яғни ағзаларындағы кезекті бір өзгерістеріне байланысты оларда жаңағы жұқтыру қаупі өте жоғары. Бізде бірақ статистика бойынша ол жасөспірімдер көп шағымданбайды жаңағы специалисттарға, өйткені олар қорқады, конфиденциальностьтан қорқады, жаңағы электронды жаңағы медициналық жаңа біз жұмыс істейтін ақпараттық орталықта бар, сол жерде атым шыққала ма деп қорқады. Сол себепті көп жаңағы нетпейді, шағымданбайды, бірақ жаңағы өзінің жаңағы өмірлік жаңа качество жизни дейді ғой, төмендеген кезде, шағымдар пайда болған кезде ғана келеді. Жылына көлемінде мысалы былтыр барлық кездесетін инфекциялар олар гонорея, трихомонады, хламидия, солардың ішінде жаңағы тіркелген 4-5 жағдай. Жыл көлемінде жаңағы гонококков инфекциядан ғана көбірек 8 жағдай тіркелген жасөспірімдер арасында. Сол жаңа айтып өттім, дүниежүзілік жаңа денсаулық сақтау ұйымының жаңа стратегиялар бойынша жұмыс жасасақ, біздің дәрігерлердің қатысуымен жаңағы стратегия айттым ғой, жаңағы қабылдап пациентті, оны жаңағы анықтап диагнозын, одан кейін соған араласып, яғни дұрыс емдеу жолдарын, дұрыс диагностикалық жолдарын жүргізсек деп ойлаймын.